онша жақсы көрінбейтін шығар. Бірақ оған қажеттінің бәрі бар. Сіз айтқандай, ата. Міне, бұл сіздің бөлмеңіз. Вау. Мұның бәрін өзіңіз жасадыңыз ба? Әрине, тағы кім? Бұл жерде сізге ұнауы керек. Сіз бұл жерде ұзақ уақыт болмадыңыз. Керемет. Мен сіздің осында болғаныңызға өте қуаныштымын. Дүкенге бару үшін маған қосымша көмек қажет болар еді. Бұл жұмыс істемейтін сияқты. Ол жолдан қатты шаршады. Екеуі де төбелесіп жатыр. Тұр. Қайырлы түн, бұршақ, демалыңыз. Жерлестер какаоны тамақ ретінде пайдаланатын сияқты. Тамақ, олар какао жеп жатыр дейсіз бе? Бірақ бұл бүкіл ғаламдағы ең құнды энергиялар. Келіңіздер, сіз бұл туралы жаңа ғана білдіңіз. Тыныш бол. Біз жерге түсіп, хабарландыру жасауға дайындаламыз. Мен жерді маған барлық какаоларын беруге мәжбүрлеймін. Ата, ата. Ол қайда кетті? Кафеде кездесейік. Солай, есікті жап. Орындалды. Сәлем, айт, Ханни. Ол бұлай көрінеді. Сәлем, баба бала. Не істеп отырсың? Сен мені қорқыттың. О, менің атымды қайдан білесің? О, атам маған айтты. Иә, оған ұқсайды. О, атам печенье үшін рахмет деп жазды. О, әрқашан өтінемін. Ол печеньелерді өте жақсы көретін болуы керек. Мен солай деп ойлаймын. Жарайды. Ханна, атам, мені кафеде күтіп тұр. Атаңның дәмханасы. Иә. О, бұл оңай. Қазір оңға бұрылу керек. Жоқ, жоқ. Атам маған бәрін осында салған. Көріскенше. Кездескенше. Алдымен менің үйімнің бойымен баспалдақпен төмен түсіңіз. Содан кейін жолды кесіп өтіңіз. Бірақ абай болыңыз. Тағы бір баспалдақтан кейін сіз еңіске жетесіз. Бірақ абай болыңыз. Бұл жерде иттер өте көп. Содан кейін сіз қону алаңдарының арасында боласыз. Содан кейін сіз жағажайға шығасыз. Содан кейін тура жүріңіз. Дәл алдыңызда кафені көресіз. О, ақыры осында. О, мен ашуландым. Сіз шынымен де күн сайын көп жүресіз бе? Жақсы, сіз бересіз. О, уайымдамаңыз. Менде үлкені бар. Одан да көп. Тек көшеде. О, не үшін? Неге маған осы жолды салып бердің? Мынау не? Сіз жатын бөлмеде сымбатты жігітке ұқсайсыз. Жақсы сөзіңіз үшін рахмет. Сәлем. Бұл бала. Бұл сізге көп уақытты қажет етті. Солай емес пе? Мен сізге қысқа жолды көрсеткім келді. Мен тыңдадым. Бірақ сен мені шатастырдың. Миме. Мен ханамын. Келіңіздер. Мен Миме деп ойладым. Не болды? Мен сенің атыңды есіме түсірдім. Бірақ сен менің есімімді есте сақтауға тырыспадың. Жарайды. Екеуіңді де тыныштандырыңдар. Сіз бізді сатып алушыларымнан қорқытасыз. Бұл қандай жер? Не? Бұл бұрын соңды жасалған ең жақсы кафе. Ал сен кімсің? Сен білмейсің бе? Түсіндіріп берейін. Мен атамның шоколад командасын таныстырамын. Бұл кім? Бұл Жафар әрқашан жұмыс істеуді ұсынады. Төлемеу үшін мұнда бәрі шоколадтан жасалған. Мұнда шоколадты торт, шоколадты балмұздақ, шоколадты торт және ең теңдесі жоқ нәрсе атамның ыстық шоколады бар. Қандай да бір керемет. Атам тек ең жақсы десерттерді уәде етеді. Оның ұранымен рахатқа кепілдік беріледі. Мен сияқты адал тұтынушы болыңыз және 100% жеңілдік алыңыз. Қашаннан бері мен мұны ешқашан айтқан емеспін. Сәлеметсіз бе? Мен баба боймын. Джафар, сіздің жаңа ең жақсы досыңыз. Ата, енді мен оның ең жақын досы болған соң тегін ыстық шоколад ала аламын ба? Бұл не болды? Мен жай ғана сұрадым. Баба бой, телефонды көтер. Сәлем. Сәлем. Ата. Бұл ата емес. О, бұл әйел балама. Иә.
Ал мен Линамын. Мен тапсырыс бергім келеді. Өтінемін. Сіз не қалайсыз? Бір ыстық шоколад. Өтінемін. Түсіндім. Ата, бір ыстық шоколад. Мен оны осында жеймін. Ата, жеткізудің қажеті жоқ. О, рахмет. Әрқашан өтінемін. Лина, неге өзің тапсырыс бермейсің? Мен ұялшақпын. Назар аудармаңыз. Ол әрқашан осылай жасайды. Теледидарды жақсырақ көрейік. Қош келдіңіздер, жерлестер. Мен Алдебаран планетасынан келген ақымақпын. Маған барлық какао қорларыңызды беріңіз, немесе жуюға дайындалыңыз. Ей, күте тұрыңыз. Неге арнаны ауыстырдыңыз? Зерігу. Жоқ, мен олай ойламаймын. Лорд, сіздің хабарламаңыз жерді қорқытпаған сияқты. Бұл мүмкін емес. Мен сізге бұл жаңалықты айтуды тапсырдым. Жер қорқынышты емес. Ей, бұл нені білдіреді? Тығын? Мынаны қараңыз. Лорд, қараңызшы. Олар сізге ұқсайтын жаратылыстармен не істеп жатыр? Олар алдымен кішкене бөліктерге кесілген. Содан кейін қайнаған суға батырыңыз. Соңында олар мұның бәрін балаларға жеуге береді. Соңғы тістегенге дейін. Олар мен сияқты жасыл ғимараттарда қалайша қатыгездік көрсете алады. Менің күлгін болғаным жақсы. Сондықтан олар сіздің хабарламаңыздан қорықпады. Басқа амалымыз жоқ сияқты. Біз шардың күшін қолдануға мәжбүрміз. Бірақ килосфераның иесі ұшыру үшін энергияның жоғары концентрациясын сұрайды. Мен какаоның күшін қолданатынымызды білемін. Тығын, ұрлап, кака әкел. Ал, ұстаушы, мен неге? Өйткені сен күлгінсің. Жоқ, мен неге күлгін болып туылдым? Жарайды. Боба, мен кетуім керек. Сен үлкенді жақтайсың. Бірақ мен не істерімді білмеймін. Ал егер сатып алушылар төбелесетін болса ше, уайымдамаңыз. Олар бөтен емес. Жақында кездескенше. Оған айту оңай. Егер шетелдіктермен шындық келсе ше, сонда не болады? О, мен өзімді өртеп жібере жаздадым. О, жоқ. Күлгін шетелдіктер. Ей, ұры, тоқта. Өтінемін, мені жеме, менің дәмім нашар. Тоқта. Кетіп қалды. Бұл үшін атам мені кешірмейді. Бұл не болды? Менің ойымша, солай ма? Лорд, мен сен үшін атқа мінуді ұрладым. Жарайды. Рахмет, мен білемін. О, мен не істедім? Сіз бізге жалған ақпарат бердіңіз. Жердегілер жасыл тіршілік иелерін жемейді. Бейне жазбадағы жасыл келімсектер жай ғана көкөніс болып шықты. Ей, тоқта. Сен қайда бара жатырсың? Мен какаоны орнына қайтарғалы жатырмын. Саған мұны кім айтты? Мұнда кел. Енді біз жердегілердің соншалықты қауіпті емес екенін білеміз. Яғни сфераны белсендіру үшін бізге какао энергиясы қажет емес. Компьютер, оны ұрып тастаңыз. Тыңдайық, лорд. Ақымақ, бұл сфераны белсендірудің жалғыз мүмкіндігі какаоның арқасында. Сфераның көмегімен біз жерді және ондағы барлық какаоны жаулап аламыз. О, бұл мені қалай ауыртады. Жарайсың. Менің артымнан қару жарақ қоймасына бар. Ей, бұл бөтен истерика. Компьютер, какао салыңыз. Мен бағынамын, қожайыным.
Керемет. Енді біз какао энергиясын пайдалана аламыз. Енді сфераның күштері іске қосылды. Міне, олар энергияны қалай алады? Мен какаоны қайтаруым керек. Артқа. Оның сферасының лордының толық іске қосылуы үшін біраз уақыт қажет. Мен оның күшін қазір көргім келеді. Компьютер, какаоны тығынға сынап көр. Мен бағынамын, лорд. Ал, сен қалай ойлайсың? Менің ойымша, мен мұнда какаомын. Өте дәмді. Тығын. Лорд, тығын зертханаға кірді. Компьютерді өшіріңіз. Барлық жерде шамдар жанып тұр. Мен супермін. Проб. Міне менің күшім. Жақсы. Қорқыт, сен бүкіл кемені жарып жібергін келе ме? Лорд, шардың күші іске қосылды. Керемет, менімен бірге жүр. Лорд. Сфераның күшімен және супер тығынмен біз міндетті түрде болуымыз керек. Сәлем. Біз айналып өтеміз. Лорд, бұл сфераның күші. Қорқыт, оны ұста. Компьютер, барлық шығуларды жабыңыз. Лорд. Лорд, ол сфераның күшінен құтылды. Ол қалай батылы барды. Оны табыңыз. Әй, сен қайда болдың? Баба, мен олардың барлығымен жаңа ғана күрестім. Олар бір банка какао ұрлап кетті. Содан кейін мен оны қайтарып алмақ болғанымда, бөтен алып робот пайда болып, мені өлтірмек болды. Бүгін саған жұмыс жеткілікті. Ата, сіз менің айтқанымды тыңдадыңыз ба? Әрине, мен тыңдадым. Үйге барайық. Мен саған айттым ғой, сіз бүгін жеткілікті жұмыс жасадыңыз. Мұның бәрі шынымен арман болды ма? Келіңіздер, баба бой, сіз шетелдіктердің бар екеніне өзіңіз сенбедіңіз. Мен білемін. Жоқ. Сен ақымақ сфераның күшісің ғой. Иә, ақымақ, менің атым энергобот. Сен менен не тілейсің? Дейді, мен саған күш беру үшін келдім. Күш? Иә, күш. Лорд, мен жоғары энергиялы сәулелену сигналын таптым. Бұл, әрине, сфераның күшімен. Оның орналасқан жерін табыңыз. Мәссаған. Бұл не? Бұл сіздің керемет күшіңіз. Неге маған бұл күшті бердіңіз? Мені белсендірген сен емессің бе? Иә, бұл дұрыс. Енді мен не істей аламын? Сізде жердегі элементтердің күштері бар. Сіз жердегі күштерді басқара аласыз. Мен өз күшімді қалай пайдалана аламын? Шыдамдылық. Бұл күшті дұрыс пайдалану үшін сізге көп жаттығу керек. Бұл қолдың ең қиын қосымша күштерінің бірі. Мәссаған, сіз жаңа ғана найзағайдың күшін қолдандыңыз. Мұны қалай істедіңіз? Бұл осылай болды. Ештеңе болып жатқан жоқ. Мен мұны дәл қазір қалай жасадым?